Бүгінгі физиканың бірінші сабағында қарастыратын тақырыбымыз ол физикалық шамалар және оларды өлшеу. Халықаралық бірліктер жүйесі, яғни Си жүйесі жайлы айтатын боламыз. Бүгінгі сабақта біз килограмм, градус Цельсий, метр деген шамалы қайдан шықты деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Бірінші, қарапайым физикалық шамалар дегенді түсіну үшін физикалық түсініктер деген не екенін білу керек. Физикалық түсініктер дегеніміз, мысалы, ауа райын алатын болсақ, ауа райы суық немесе ыстық, бір кез келген суды алсақ та ыстық су, суық су деп бөлеміз. Мысалы, бір кез келген салмағы бар зат болса, оны ауыр немесе жеңіл деп қана бөлеміз. Бірақ бізде бұрында нақты өлшемдер градус Цельсий, килограмм дегендер болмағандықтан, оны қаншалықты ауа райы жылы, суық екенін түсіне алмадық. Мысалы, мынандай жағдайды қарастырсақ. Осы Алматыға екі самолет ұшып келді. Екі самолет. Ол самолеттің біреуі экватордағы мемлекеттен келсін, ал екінші самолет ол солтүстік полюске жақын бір мемлекеттен келсін. Сонда екеуі келді, көктем мезгілінде келсе, онда экватордан келген адам айтады, мына жер қандай суық дейді. Ал солтүстік полюстен келген ол айтады, мына жер қандай ыстық, жылы, керемет дейді. Сонда түсінбей қаламыз да біз. Алматының адамдары сонда түсінбейді. Біздің жер ыстық па, жоқ суық па деген сияқты сұрақ болады да. Сондықтан бізге ыстық, суық, жылы, қаттырақ ыстық деген сөздеріміз ол жай ғана физикалық түсінік болып қалады. Ал бізге бәріне ортақ, мысалы 100 градус Цельсий деп айта салған кезде бәрі түсінеді ғой қандай екенін. Ол солтүстік полюс болсын, экватор болсын, бәріне 100 градус Цельсий деген ортақ түсінік. Сол үшін, сондай түсініспеушіліктер болмау үшін физикалық шамаларды енгізеді. Ол физикалық шамаларды қалай енгізеді? Мысалы, градус Цельсий. Градус Цельсий деп бәріміз күнделікті қолданып жүреміз да. Бұл қайдан шықты? Бұны судың қату температурасын бәріміз білеміз, су 0 градус Цельсий. 0 градус Цельсийда қатады, яғни бұл үйде екеуі де болады, сұйық та болады, қатты да болады. 0 градуста қатады, бұл 100 градус Цельсийда қайнайды. 100 градус Цельсийда қайнайды, 0 градус Цельсийда қатады. Енді біз градус Цельсий деген физикалық шаманы алмас бұрын біз бүйттік. Судың қату температурасын біз 0 градус Цельсий деп аламыз дедік. Бекітіп аламыз, сөйтіп өзіміз келісіп аламыз. Сосын судың қайнау температурасын біз 100 градус деп келісіп аламыз. Яғни бүткіл адамдар осыған бағынады. Яғни градус Цельсий деген ол 0 градуспен судың қатуын көрсетеді, 100 градуспен судың қайнауын көрсетеді. Яғни градус Цельсий деген тікелей суға байланысты шыққан физикалық шама. Ал енді 1 градус дегеніміз не болды сонда? 1 градус Цельсий дегеніміз, яғни судың қату температурасы мен қайнау температурасының айырымының 100-ден 1 бөлігі. Яғни екеуі 0 мен 100-дің арасын 100-дей тең бөлікке бөлеміз да, сол 1 бөлігін 1 градус деп белгілейміз. Осылай градус Цельсий деген шама шықты. Ал енді дәл осылай, мысалы, килограмм деген өлшемде физикалық шамада, дәл осылай килограмм деген физикалық шамада осындай қажеттіліктің әсерінен шықты. Мысалы, мен бір затты алып көтеремін да, оны ауыр екен деп айтамын. Анаяқтан бір качок келеді да, ананы көтереді да, мынауың жеп жеңіл ғой дейді. Сол кезде тағы түсініспеушілік болады да. Сондай әңгіме болмас үшін бәріне ортақ осындай әр физикалық шамаға осындай өлшемдер енгізіледі. Яғни біз физикалық түсініктен физикалық шамаға көштік. Ал енді оларды өлшеу дейді. Физикалық шамаларды өлшеу дегеніміз не? Физикалық шамаға ұзындықта жатады. Мысалы, мына тақтаның ұзындығын өлшеу керек болса, біз оны қалай өлшейміз? Біз оны бұрынғы кезде жай елімен өлшеп жүрдік, елімен өлшей саламыз. Яғни өлшеу дегеніміз не сонда? Бір заттың ұзындығын бірлік өлшем ретінде алынған тұрақты затпен салыстыру. Яғни мынау менің қолым тұрақты болса, яғни менің жасымда бір жылдың ішінде менің қолым өзгере қоймауы мүмкін да, содан кейін тұрақты деп алып отырмын. Осы тұрақты затпен, яғни салыстыру. Осының әсерінен мен тақтаның ұзындығы, мысалы, қанша елі болса, сонша елі деп жаза саламын. Бірақ бұда тағы бір проблема шығады. Мысалы, біз бір магазинде жүрміз, бір стол сатып алайын деп жатырмыз. Стол сатып алайын деп жатса, сосын оны біз елімен өлшеп алдық. Бір 30 елі шықты. Сосын мен оны үйдегі есікке сыя ма, сыймай ма тексеріп көруім керек қой. Ініме хабарласам да айтам, үйдің есігінің кеңдігі 30 елі шыға ма екен дейді. Сосын інім бір кезде өлшейді да 30 елі шығады дейді. Сосын біз ана жиһазды сатып аламыз. Сосын үйге апарып енді кіргізейін десек сыймай қалады.
Неге? Яғни біз жиһазды өлшеген кезде менің еліммен өлшедік, ал есікті өлшеген кезде інімдікімен өлшедік. Яғни екеуміздің қолымыздың ұзындығы тең болмағандықтан сондай жағдай пайда болды. Бұл тек үй жағдайында ғана сондай қиыншылықтар пайда болды. Ал енді бүткіл әлемде мысалы бір жаңалық ашылса, бір ғалым эксперимент жасап жатса, ол айтады: мен мынандай темір пайдаландым, ұзындығы мынандай темір, оған мынандай бір килограмм затты қойсаң, сондай зат айтады. Ол мысалы ғалым егер мен мынандай 5 елі темір алып пайдаландым деп жазатын болса, бүткіл әлемге тарататын болса, оны ешкім түсінбейді. Оның елісінің ұзындығы қандай еді деген сияқты тағы да сондай түсінбеушілік жағдайлар пайда болады да. Сол үшін бәріне ортақ метр деген шама енгізілді. Метр деген шама енгізілді. Бұл метр деген шама қалай енгізілді? Яғни мынау мысалы бір Париж қаласы болсын. Париж қаласынан меридиан сызығы өтті. Меридиан сызығы өтті. Сол меридиан сызығының ұзындығын Париж қаласынан өткен меридиан сызығының ұзындығын бөліп тастаймыз 40 миллионға. Яғни Париж қаласынан өткен меридиан сызығының ұзындығын 40 миллионға бөліп тастаған кезде соның бір бөлігі 1 метр болады. Яғни Париждің тұрғындары айтады: 40 миллионға бөліп тастаған кездегі бір бөлігінің ұзындығы осындай шыққан. Сол ұзындықты бүткіл әлемге айтқан: біз осындай ұзындықты 1 метр деп атаймыз деген. Содан кейін бүткіл әлемге метр шамасы солай пайда болды. Және де Англияда фут деген өлшем бар. Ол фут деген өлшем қайдан пайда болды? Ол Англияның королінің аяғының ұзындығы. Яғни бәрі айтқан Англияның тұрғындары: біз корольдің аяғын аламыз, ол корольдің аяғының ұзындығындай ұзындықты бұдан былай біз 1 фут деп айтамыз деген. Яғни фут. Яғни корольдің аяғын алсақ, енді мынау майтабан король болып кетті, ештеңе етпейді. Корольдің аяғының ұзындығын сонда 1 фут деген. Футбол, аяқ доп деген сияқты фут деген өлшем осыдан пайда болған. Енді бұны да айта алмайды. 1 фут деп англиялар айтса, ана жақта 1 метр деп өлшеп жатыр Парижде. Сондықтан бұлардың арасында тағы түсінбей бір-бірімен алмасу керек болады. Бүткіл әлемге ортақ бір зат жасау керек болады. Басында жай ыстық суық деп жүрдік қой. Ыстық суық деп жүріп, енді әр мемлекет өздері бір осындай өлшемдер жасап алды. Өздерінің ішінде осы өлшемдерді пайдаланып, бір-бірінің арасында жақсы түсініп жүр әр мемлекет. Ал енді мемлекеттер бір-бірімен ақпарат алмасқан кезде, онда уже тағы түсініспеушілік пайда болды. Сондықтан халықаралық бірліктер жүйесі енгізілді. Бүткіл халықаралық бірліктер жүйесінде метр, килограмм деп өлшенеді. Қалған фут деген шамаларды халықаралық бірліктер жүйесінде қолданбаймыз. Бір затты ғалым жазатын болса, бір еңбегінде мынандай заттар істедім деп, онда ол халықаралық бірліктер жүйесіне сай жазып шығады. Сонда оны бүткіл адамдар әлемдегі еш қиындықсыз түсінеді. Ал енді осындай халықаралық бірліктер жүйесінің ұзындығы Париждегі Севр деген қалада сақталады. Яғни ол бір тұрақты өзгермейтін бір ұзындықты метр деп алдық. Сол ұзындықты сақтап қоюымыз керек. Біреуге мысалы 1 метр деген ұзындық қандай десе, көрсете алатындай ешқандай уақытқа тәуелсіз өзгермейтін бір затты алуымыз керек. Мысалы жаңа мен басында айттым ғой, елім деп. Ол мысалы келесі жылы үлкейіп ұзарып кетуі мүмкін, немесе қысқарып қалуы мүмкін. Ол енді табиғатқа байланысты. Сонда ешқандай фактор әсер етпейтін затты, яғни біз 1 метр десе 1 метр, 1 килограмм десе 1 килограмм затты біз эталон деп айтамыз. Яғни ол ең дәл өлшем. Сонымен халықаралық бірліктер жүйесі дегеніміз ол жалпыға ортақ бір тіл. Мен тақтаға осындай әртүрлі жазулар, сызулар жазып қойдым. Бұлар не үшін керек? Яғни мен мына градус Цельсийді немесе мына 1 килограмм оның сыртына қоршаулар тұр. Мына қоршауды сызған кезде мен сіздерге не айттым? Соны естеріңізге сақтап отыру керексіздер. Мына тақтада бүткіл берілген сызуларды, жазуларды дәптерлеріңізге көшіріп жазып аласыздар. Және әрқайсысында, мысалы мен мына немесе мына аяқты салған кезде не айттым? Соны дәптерлеріңе конспектлеп аласыздар. Яғни аяқтың суретінде саласыз, конспектлеп жазып аласыз. Сонда сіздерде есте сақтау үшін барынша осының пайдасы болады. Мысалы килограмм немесе 1 метр деген не еді деген кезде сіз оның бүткіл сөзімді, айтқан сөзімді естеріңізге түсіріп жүрмейсіздер. Ана жерден Париждің
картасын және меридиан сызығын өткенін есіңізге түсіре саласыз. Болды. Сол арқылы 1 метр шыққаны сол кезде қадам-қадаммен есіңізге түсіп отыратын болады. Ал енді біз бүгін ауа райының жылылығы, бір заттың ауырлығын килограмммен өлшедік. Ал енді сіздерге үй жұмысы. Мысалы, мынандай болсын. Адамның жалқаулығы бар, иә? Сол адамның жалқаулығын қандай өлшеммен өлшеп беретін едіңіздер? Көбінесе бір бастапқы 1-2 ой айтып жіберейін. Мысалы, адамның жалқаулығын метрмен өлшеп көрсек. Мысалы, адам күнде қанша арақашықтық жүреді, яғни үйде, болмаса жұмыс орнында қаншалықты қашықтық жүреді, сол метрмен өлшеуге болады. Немесе, мысалы, ұйқыдан адам тұратын кезде, немесе бір жұмысты жаса деп айтқан кезде, оған ананы қанша рет қайталап айту керек. Яғни уақытпен есептеуге болады, секундпен немесе минутпен. Мысалы, бір адамды ұйқыдан тұрғызу үшін оған қанша уақыт кетеді, соны жалқаулықтың өлшемі ретінде де алуға болады. Сол сияқты енді өздеріңіз осы видеоны көріп біткеннен кейін үй тапсырмасы ретінде әрқайсыларыңыз өздеріңіздің қандай физикалық шама енгізетін едіңіздер жалқаулыққа